Ильяс Жансүгіров, бақытты Жамал. Әкесі де шешесі де ертеліп, жас жетімдікті Жамал кішкентай күннен көрді. Көрінгенін отынмен кіріп, күлімен шығып, күн елтті. Көбінесе жүрген үйі қайралап дейтін бір жамағайы болушы еді. Ол Жамалды 13 жасында бес қараға бір қатын өлген шалға сатып жіберді. Шал 13-тегі баланы алып, ұзын көйлек кигізіп, басына жаулық салындырып, кішкене қатын қылып қойды. Бірақ ол шалда Жамалмен бақытты болған жоқ. Жамалды малданып 2 жыл тұрғаннан кейін сүзектен өліп кетті де Жамал ғана жалғыз қалды. Ол шалдың иесіз үйінде 1 жыл аруағын күтіп отырды да, күн көре алмайтын болған соң үйінің құрымын тастап Көктал атты қазақ-орыс станциясына кетті. Өтеген Жамалға осы Көкталда жолықты. Ал Өтеген өзі жарлы болғанымен ол жігіттердей маңдайы күнге күйіп, табаны жерге тиіп еңбек істемейді. Жасынан жұмысқа піспей бүркемік, бошалаң өскен жалқау. Өтеген осындай күйде жүргенде Жамалға жолықты. Жамалдың ол-пұл жұмсағанына жүріп жақындасты. Ақырында бір-біріне ұнасып, екеуі ерлі-зайыпты болды. Міне, сонан бері Жамал мен Өтеген бірге тұрып келеді. Жанның бәрі колхозға ұмтылды. Ел іші қым-қиғақ тартыс, байлар қатты сасуда, малын тығып, басын жасырып әлек. Соның бірі Жақыпбек. Жақыпбек бастық болып алған соң алуан түрлі қулықпен жымын білдірмей істеп колхозшыларын бір-біріне атыстырып, ішіне ірткі салуға кіріскен. Өтеген Жақыптың қол астына жұмыс істей бастайды. Ақырында Өтегенді колхоздың малын алып қашуға көндіріп, Қытайды асып қашуға бекінеді. Кейін Өтеген осы ісіне қатты өкінеді. Қашқындар қатарына қалады. Ал Жамал еңбекке араласып, еңбектен өз бақытын табады. Өтеген кеткеніне тіпті жасыған жоқ. Қойында қосаға тастап колхозға істеген Жақыпбектерін жаулаған көзімен көрген соң Жамалдың көңілі бұрынғысына да бекіді. Арғы бетке байын өзі қашырып жіберіп отыр, бір күні бұл да қашып кетеді деген төңіректі күңкіл өсектерді жаңына қанша батса да қажымастан қайта қайраттана түсіп колхоздың алдыңғы адамдарының қатарына шықты. Әсіресе аман есен босанып ұл тапқан соң Жамалдың қуанышы қойнына сыймады. Колхозды құтым, баласын бақытым деп бекінді. Сондықтан баласын атын Бақыт қойды. Міне осындай тағылымды шығарманы Ильяс Жансүгіров жазып кеткен болатын. Көркем шығармаларды оқи жүріңіздер.